Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге тағы да Жансая. Және бүгін мен сіздермен шүкіршілік туралы сөйлескім келіп тұр. Жалпы өздеріңіз бұған дейін естіген боларсыздар, шүкіршілік жазу, айту деген сияқты нәрселерді. Мен өзімнің басымнан өткен нәрселерді айта отырып, сіздерге не себепті шүкіршіліктің соншалықты маңызды екенін тағы бір рет ойларыңызға салғым келіп тұр. Мен шүкіршілік жазуды осыдан жарты жылдан асып кеткен шығар, бастап жазып бастадым. Қалай жазам? Негізі ол өзіңіз білесіз, бірақ мен сізге бір нем болсын, бір советім болсын. Специально күнделік бастаңыз. Күнделік бастайсыз да, сол жерге әр күн сайын, желательно, әрине қолыңыздан келсе, әр күн сайын аласыз да, күнделікке не себепті шүкір ететініңізді жазып шығасыз. Ол әртүрлі причина болуы мүмкін. Бірақ мына нәрсені ұмытпайық. Шүкіршілік сыртқы факторларға қатысты, ішкі факторларға қатысты жазылу керек. Тек қана сыртқы фактор жазу болмайды. Мысалы, ата-анам болғанына, отбасым болғанына деп сонымен ғана шектеліп қалмай, сонымен қатар өзіңіздің ішіңіздегі бар нәрселерге, келбетіңізге, именно сізге қатысты нәрселерге қатысты жазуға тырысыңыз. Сол кезде сізде өзіңізді более полноценно чувствовать етесіз. Енді маған қалай көмектесті шүкіршілік жазу? Мен өзімнің қазіргі уақытта өмір сүріп жатқанымды сезіне бастадым. Бұрынғыдай өткенге өкіну немесе болашаққа алаңдау деген нәрсе азайып кетті. Сол себепті де мен өзімді жаңағыдай шүкіршілік жазу арқылы успокаивать еттім, яғни тыныштандырдым десем де болады. Бұл өте қатты көмектеседі. Себебі сіз фокусыңызды жақсы жақтарға бұра бастайсыз шүкіршілік жазған кезде. Себебі былай негізі күнделікті өмірде сіз тек қана негатив нәрселерді көресіз. Ал мына кезде, шүкіршілік жазған кезде, сіз міндетті түрде жақсы нәрселерді көре бастайсыз. Жалпы осы қысқадан қысқа болса да, видео ұнаса лайк басайық. Және комментарий жазамыз, достар. Всем пока!